екі балаң төргемінде, ешқашан тақпаушы едім ергемінде. Шабайын шамам келіп жатқанынша, толтырар шапалақпен елкемімде. Өзімнің сөзімді кеп өзім айттың, көрмеппін дәл өзіңдей меңгерімде. Өзіндік тауып жеген бір асың жоқ, жүрген соң шұқыламай көргенің табылмай. Жалғанға жаным менің құмар емес, мен әлі тілім үшін қылам егес. 13-ке толса дағы бозбал елім, дұрыстап оның тілі шығар емес. Қытайша сайрап жүрген қазақтарға қастерлі ана тілі жұғар емес. Қазақтың тілі жылап жатқандығын тасбауыр қаны жоқтар ұғар емес. Жақында бір заң шықты сұры жаман, қылатын болашақты сірә делес. Үш тілді қатар білсін депті үкімет, болып тұр біздер үшін бұда белес. Қалжырап жатса дағы қазақ тілі, тоқпағы жоғарының тынар емес. Туасап жаттайтындай жаны қалмай, ағылшын орыс тілі құран емес. Бірнеше тіл сыйдырар бір ауызға, қазақтар қарашы бар жылан емес. Ал енді Мұхтар-ай, мен біраз арқаңды сенің байқайын. Қазақтың кең даласын өлеңмен шолып-ай қайдайын. Айт десең тағы да Мұхтарым, аралымды да айтайын, семейімді де айтайын. Ей, бұл елдің талай даласы, экологияның аумағы, қаптап кеткен дерттерден бойымызда зардап қаулады. Біреуге бұл да ғой пайдалы, денсаулығы мен ай адамның жасап отырай сауданы. Ауырған ағайындарды 6000 соммен алдады. Талай шенеунік ағалары бұдан да пайда қармады. Адам құқығын қорғайтын болса да қанша заңдары, түк қолданмай отыр ғой инвалидный үкіметтің заңдарының тармағы. Іліп алды ғой қазақты. Байқайсың ба Мұхтаржан, мылқаулықтың қармағы. Осымен сөзді бір түйдім, парасатты президентімізге аманат болсын қалғаны. Айдайым, 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 айдайым. Ал енді Мұхтар-ай, мен біраз қоздырайын арқаны. Жалықтырған-ай бұл жұртты, жаттанды сөздің жалғағы. Бұқар жырау мен Асаннан 7-8 ай буынды. Өлеңмен атқан әр таңы, осылай сөйлеп көргәні. Шын ақын болсаң арқалы, сөйлей алмасаң тағы да, сонан кейін байқармыз кім үйіне қайдады. Айдайым, 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 айдайым.